Жедел операция дағдысын жүргіземіз. Салмасы дәрігер барышымыз сізге жедел операция дағдысын жүргіземіз. Алдымен өмірге қажетті жүйелер мүшелерді анықтаймыз. Есі анықтаймыз. Анық, қан айналымы жақсы, дем алу жақсы. Одан кейін тері қабатын анықтаймыз. Тері қабаты жамауға жақсы. Тірі көреміз. Аздап қозғалған тағы жүрек соғу жиілді. Пульс 82 рет жақсы. Одан кейін іш қуысының маркациялау жасау жүргіземіз. Бірінші сол жақтан бастап ауырсыну бар ма? Ауырсыну бар. Оң жақтың аймағында ауырсыну бар. Сонымен симптомдар, организмнің симптомдары бастап біріншіден кокер алқойшы симптомын жүргіземіз. Ол кезде науқасты тізесін көтеріп сұранамыз. Науқасты маркациялаймыз. Бегасының аймағында ауырсыну бар ма? Ауырсыну бар. Одан кейін Бартоломей Михайловичтің симптомы. Ол кезде науқасты сол жағында жатып сұранамыз. Сол симптом. Оң жақтың аймағына аздап операция жасаймыз. 4 саусақпен. Ауырсыну бар ма? Ауырсыну бар. Абрасов симптомы. Ол кезде 4 саусақпен оң жақтың аймағын басып тұрамыз. Науқасты сол аяғын 30 градусқа дейін көтеріп сұранамыз. Өкпе тізесін. Ауырсыну күшейді ме? Ауырсыну күшейді. Аяқ төменге түсірген кезде ауырсыну басылды. Келесі симптом Ситковский. Ол кезде науқасты сол жақтың жатып сұранамыз. Ауырсыну төмен қарап түсті ме? Ауырсыну төмен қарап түсті. Келесі шөптің бөлме симптомы. Ол кезде науқастың оң жақтың аяғын 4 саусақпен басып тұрамыз. Тереңірек басып, кенеттен жіберіп қалған кезде ауырсыну қатты күшейді ме? Ауырсыну күшейді. Келесі ректалды зерттеу. Ол кезде тікшектің алдын қабырғаларын көреміз. Ауырсыну бар ма жоқ ма? Ауырсыну бар ма? Ауырсыну бар. Алдын қабырға. Келесі келген симптомдарға байланысты аздап құсу болды ма? Температура болды ма? Іші өтпелер болды ма? Болды жақсы. Соған байланысты жедел жәрдем арқылы науқасты госпитализациялау бөліміне алып